Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мектептен үйге қайтып келе жаттым. Қарным ашқан соң, сөмкемді ашып, асханадан сатып алған тоқашымды жайбарақат жеп келе жатқанмын. Артымнан тықыр білінгендей болды. Бұрылып қарасам, бір ит соңымнан еріп келеді екен. Аш екені түрінен көрініп ақ тұр. Менің қолымдағы нанға ашқарақтана қарап жұтынады. Тоқашымнан бір үзіп алып, итке тастадым. Соңымнан біраз жүгірді де, менде енді нанның жоқтығын сезді, білем. Күдерін үзіп қала берді. Балалар, өздеріңіз байқағандай, мәтін бірнеше сөйлемнен тұрады. Мәтіндегі сөйлемдер, сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысқан. Енді осы мәтінді қаншалықты түсінгендеріңді байқау үшін мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ: бала не істеді? Екінші сұрақ: ол итке не берді? Үшінші сұрақ: ит неге қалып қойды? Бала не істеді? Бала келе жатты. Бұл жерде не істеді деген сұраққа келе жатты деген күрделі етістік, яғни екі сөз жауап беріп тұр. Ол итке не берді? Ол итке тоқаш берді. Не деген сұраққа тоқаш деген сөз жауап беріп тұр. Ит неге қалып қойды? Ит нанның жоқтығын біліп қалып қойды. Өздеріңіз байқағандай, неге деген сұраққа нанның жоқтығын біліп қойды деген сөз тіркесі жауап беріп тұр. Балалар, сөйлемдегі сөздердің байланысын қаншалықты түсінгендеріңізді білу үшін мына жаттығуды орындап көрейік. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз, сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Бала мектептен келе жатты. Ол итті көрді. Бала итке нан тастады. Бұл жерде үлгі берілген. Үлгіге қарайтын болсақ, бала келе жатты. Кім келе жатты? Бала келе жатты. Бала не істеді? Бала келе жатты. Яғни, бір сөзден екінші сөзге сұрақ қою арқылы сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтауға болады. Қайдан келе жатты? Мектептен келе жатты. Мектептен не істеді? Мектептен келе жатты. Осылайша, осы үлгіні басшылыққа ала отырып, екінші, үшінші сөйлемдердің байланысын анықтап көріңдер, және оны сызбамен көрсетеміз. Балалар, екінші жаттығуды орындап болсақ, үшінші жаттығуды ауызша орындап көрейік. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың байланысын сұрақ қою арқылы табамыз. Аспазшы тоқашты пісірді деген сөйлем берілген. Енді сұрақ қойып көрейікші. Кім пісірді? Аспазшы пісірді. Аспазшы не істеді? Аспазшы пісірді. Сонда біздер бірінші сөзден екінші сөзге, екінші сөзден бірінші сөзге сұрақ қою арқылы қай сөзбен қай сөздің байланысып тұрғанын анықтай аламыз. Тоқашты пісірді. Нені пісірді? Тоқашты пісірді. Тоқашты не істеді?
тоқашты пісірді. Балалар, сендер байқап отырғандай, аспазшы, тоқашты деген сөзде соңында әрекетке қимыл білдіретін пісірді деген сөзбен байланысып тұр. Келесі жаттығуымыз жол парағы кеңістікті жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп жазамыз. Бұл жаттығуда тағамға байланысты тірек сөздер берілген екен. Нанды аяқ астына тастама, сүтті төкпе. Содан кейін жазған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетеміз.